Әлем халқын әбігерге салған коронавирус соңғы 5 айдан бері ел үшін сынақ кезеңіне айналды. Вирусты жұқтырғандар күн өткен сайын көбейіп келеді. 6 айға жалғасып жатқан індетпен күрес әлі де тоқтар емес. Аймағымызда COVID-19 вирусын жұқтырған 10 мыңға тарта факті тіркеліп отыр. Оның 4500-ге жуығы клиникалық белгілері жоқ. Ал 4700-ден астам науқаста ауру белгілері бар. Алдағы уақытта атың өшкір бұл дертті қалай ауыздықтаймыз? Вирустың күзгі толқынымен күресуге қаншалықты дайынбыз? Құрметті көрермендер, айта кету керек, бүгінгі хабарымыз қалалық мәслихаттың қолдауымен дайындалды. Құдайберген Бексұлтанұлы, ел ағасы, халық қалаулысы ретінде осы вируспен қалай бұдан әрі қарай күресеміз? Алдағы уақытта екінші толқын келе жатыр деп айтып жатыр. Сіздің пікіріңізді білсек. Ең алдымен мен қаралы жағдай болған отбасыларына өзімнің депутаттар атынан, әкім атынан көңіл айтып, қайғысына ортақпыз деп айтқым келеді. Әсіресе ең алдын қатарда біздің медицина қызметкерлері болды. Оның ішінде де дүние салған адамдар бар. Сондықтан да әрине қайғыларына ортақпыз. Енді бүгінгі күні бәріміз алаңдатып отырған коронавирус өте үлкен қайғы қасірет. Өйткені осыдан 2 ай бұрын біздің қоғамда бәріміз естіп жүрміз ғой. Сенбейтін адамдар көп болды. Жоқ, мен бір адам танымаймын, ауырған адамдар көргім жоқ, білгем жоқ, бір танысым ауырған жоқ деп қоғамда сондай сөз жүрді. Бүгінгі күні өзіміз алаңдайтын болдық. Мынау біреу телефонмен қоңырау шалса, жүрегің дір ете қалады, таныстар. Өйткені күнде суық хабар аламыз. Дүние салып жатыр, ауру қалды жатыр, емханаға түсіп қалды. Енді әрине медицина саласында барлық жағдай жасап, жаны салып жатыр. Оларға рахмет. Бірақ қоғамдағы бүгін бей-жай қарайтынына таң қаламыз. Әлің көшкен. Қараңыздар, қалай біздің тәртіп сақтамай, маска кимей, кимейсің бе, зиян ба, үйде отыр. Бірақ кейбір жағдайда қатты алаңдататын осы әлеуметтік желі. Әлеуметтік желіде халық жақсы мен жаманды ажырата алмайды. Көбінесе о жақтағы берген ақпарат адамдардың сана сезімін кішкене тұрақталмайды. Сондықтан да әрине мен ең алдымен осы біздің жерлестерімізге, айналайындар, бәріңіз ең алдымен сақ болып, осы тәртіп сақтап, біз қазір бәріміз жұмылып бір болсақ, бүгінгі күні жұмылып, өзің, отбасыңа, өзіңе, ұжымыңа сақ болып, сақтансаңыздар, Алла сақтанған сақтайын дейді ғой. Сондықтан осы қоғамға айтарым, сақ болайықшы, бір болайықшы. Сонда аман боламыз. Кім ойлаған осыдан жарты жыл бұрын осындай жағдай болады деп. Жағдай одан да төмендеуі мүмкін. Қазір мына мемлекет зейнетақыны, бюджеттік саладағы барлық қызметкерлерге тиісті жалақысын төлеп отыр. Ал ертең экономика құлдырап, мүлде жағдайымыз болса не істейміз? Болмаса. Кім кепілдік бүгін? Сондықтан да менің айтарым, осы бүгін талқылап отырмыз ғой. Осы азаматтық қоғамға, және де әрине билікке де сын айтып отыр. Сынның да сыны бар, дұрыс сын бар. Бірақ соның бәрін ескере отырып, біз бәріміз бір болып сақтанайық. Балтық па, қалай ойлайсыздар? Неге бұл ауру дендеп кетті бір мезетте? Негізі мынау 16 марттан бастап төтенше жағдай жарияланған кезде барлық объектілер қайта жабық тұру керек. Сол тәртіп сақталып тұрған кезде бұл індет қалыпта тұрды. 12 мамырдан бастап төтенше жағдай тоқтатылғаннан кейін халық дұрыс түсінбеді. Ойлады, карантин тоқталды деп. Карантин жалғасып жатты. Тек төтенше жағдай тоқтатылды. Сол уақытта бәрі карантин тоқталды деп ешқандай тәртіп сақтаған жоқ. Қоғамдық орындарда болсын, көліктерде болсын, мына сауда үйлерінде болсын, тәртіп сақталмай қалды. Халық тыңдамай кетті. Тіпті той-думанға дейін жасап кетті. Сол халық тыңдамай кетті да, жаңағыдай қателіктерге бой ұрды. Соның әсерінен мына сол мамыр айынан бастап аурушаңдық көтеріле бастады. Мынау маусымның ортасынан бастап шілденің бас жағында ең жоғары деңгейге жетті. Осы аурудың шектеу шарғына жетті. Осындай мына қателіктерге бой алдырды да, көбісі жаңа Құдайберген Бексұлтанұлы айтты ғой, сенбеді адамдардың көбісі. Жаңа айтқандай көрген жоқпыз, ондай таныстарымыз жоқ. Мына айтқан талаптарды уақытында орындамады. Карантиндік режимдегі талаптарды жай алдау ретінде, өздерін алдау ретінде жүргізді. Уақытында ылғалдандырып отырмайды. Жаңағы
антисептиктермен болсын, дайындалған растворлармен болсын уақытында істеп отырмайды. Өздері де мысалы бас кезінде антисептиктер болған жоқ. Жақсы, алайда айтып жатырмыз, халық мысалы карантин тәртібін сақтамады деп. Бірақ тағы бір ұшы бар ғой, медицина саласы да дайын болған жоқ деген. Негізінде халықты тек қана халықты кінәлауға болмайды. Бұл тек қана коронавируспен күрес деп мен ойламаймын. Бұл коронакризиспен күрес негізінде. Біріншіден, екіншіден мен өз тарапынан ойлаймын, бұл біздің жай салық төлеушілермен күрес болып отыр деп негізінде. Жаңа медицина саласының маман айтып отыр ғой, өз пікірін халықты кінәлап, халыққа өз жаңа ережелерді сақтамады деп. Негізінде бізде осы Қазақстан мемлекетін алатын болсақ, бізде 4-5 жылдай люфт болды арамызда. Қалай дүние жүзінде жаңа коронавирус басталды, пандемия мысалы, бізде бәленбай уақыт болды соған дайындалатын. Өкінішке орай, сол кездің өзінде менің өзім мысалы қоғам қайраткері болып жүріп, жай қарапайым халықты айтпаймын, бірде-бір медицина қызметкерін көрген жоқпын мысалы. Келіп халықпен жұмыс істеген. Ол кезде мысалы сол кезден бастап жұмыс істеуге болады ғой. Тек қана үйде отырасың мысалы, үйде отыр деді, үйде барлық халық үйде отырды мысалы. Бұқаралық ақпарат теледидарды алатын болсақ мысалы, жақсы бір бағдарламаны көріп отырасыз, көріп отқан кезде дауыс шыққан кезде өзіңіз шошып кетесіз диваннан отырып. Үгіт насихат жөнінде жұмыс істелген жоқ. Тағы бір кемістікті ойлаймын мен. Бүгінгі дәріханаларда бір ай бұрын дәрі-дәрмек болған жоқ. Бәрімізге мәлім. Оны президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзі бақылауға алып, өзі нақты тапсырма берді үкіметке де, министрге де, министр да ауысты. Әрине, соның бәрін көрдік. Неге болған? Өйткені бүгінгіні атқару орган тікелей өз бақылауына алып, бізде нақты тікелей жауап беретін адамдар бар ғой, ол әрине атқару орган бәріне жауап береді. Бірақ министерство, оның жергілікті жеріндегі бақылаушылары бар, тағы да комитет, департаменттері бар. Солар жаңа дұрыс айтып отыр. Негізі бізде кейін басталды ғой. Қытай, Европа, Ресей. Бізге кейінірек келді. Және бірінші карантиннің кезінде бізде жеңіл болды. Халық кішкене үйінде отырып, кішкене нетіп, бірақ сосын босап кетті ғой. Неге сол кезде сол медицина саласынан дұрыс дайындық? Әсіресе мынау провизорлар, әсіресе мынау СК фармация. Солардың бәріне әрине сұрақтар көп, сын да көп. Енді мынау жаңа дұрыс айтып отырсыз ғой, мынау үгіт насихат болмады деп отыр. Бірақ мынау атқару органда, жергілікті атқару органдарда бірталай жұмыстар жасалды сол кезде. Мына карантин кезде мына блокпосттар қойылды. Содан кейін мына бүкіл топтар құрылып, мына дүкендерде мына жұмыстар жүргізілген кезде, енді мына кезде жергілікті атқарушы органдарды үкіметті де кінәлау болады. Бірақ мен өз әріптесіммен бір кездерде келсем, Нұрлан Мақсатұлымен, біз мына жұмыс жүргізген, халықтың арасында жұмыс жүргізген кезде, бүгінгінде кейбір кезде қоғам ішінде адам өзі басынан өтпей тұрып, соған сенбеушілігі болды. Оны да мойындау керек. Біріншіден мынау қазіргі бүкіл үлкен дүкендер, олар жұмысын жүргізгенде алғашқы реттерінде келіп, оларға осының бәрін, инструкцияның бәрін жеткізіп, осылай болмайтын, маскасыз адамдарды кіргізбеңдер, ана кезде антисептиктер болады дегенде, соны бәрі қолдамады ғой. Тек қана мына полиция қызметкерлерімен осындай айыпты жұмыстар, тек қана әкімшілік нелерге арестқа дейін жібергеннен кейін ғана бүкіл мына сауда үйлері, содан кейін мойындап соны жасау бастады. Дәрі-дәрмекпен де проблема болды. Дәрі-дәрмекпен, мысалы, бізде фармациямен бүгін қазір 3 дистрибьютор компания бар, солармен сөйлесіп отырсақ, олардың өздері мүмкін дайын болмаған шығар. Парацетамол былтыр июнь айында бүкіл облыста 40 мың данасы сатылғанда, 40 мың бүкіл облыс көлемінде. Биыл бүкіл облыс көлемінде 2 жұманың ішінде 180 мың данасы алып кетіп отыр. Біріншіде, содан кейін дәрі-дәрмек болғаннан кейін, содан кейін біз қазір айтып отырмыз, өзі әкімшілік атынан, біздің қала әкіміне өзі көлік жіберіп Алматыға. Көлік жіберіп, үлкен мәшіне фура дейді ғой қазір. Сол фураны жіберіп, жаңағы фармация көмектесіп, дәрі-дәрмекті әкеліп, содан кейін біз аптекаларға жіберіп көмектесіп. Әр аптеканы мониторингқа қойғаннан кейін. Мысалы, аптекалар бізге бағынбайды қала әкімшілігіне. Біз оның бәрін жұмысын жүргізіп, қай аптекада... Олар кімге бағынады? Олар
Бүгін жеке меншік бәрі, жеке кәсіпкерлер. Департамент фарм контролі дейді, қазір мына біздің облыста істейді ғой, солар құр қадағалайды жұмыстарын. Қазір бәрі жеке меншілік бизнес болып отыр ғой, бизнеске айналысқан. Кәсіпкерлер жесік. Ол жеке кәсіпкер айналысқан. Сондықтан атқарушы орган біз оларға ешқандай тыйым сала алмаймыз. Біз тек қана көмектестік. Одан кейін мына дәрі-дәрмектер келгеннен кейін бір күнде ұшып кетіп отты ғой бәрі. Қазір мысалы, біз қазіргі жағдайды қарап отырсақ, қазіргі парацетамол болсын, бүкіл ана дәрі-дәрмектер аптекалар бар. Кеше мысалы қала әкімімен жұма сайын, апта сайын бірге барып, мына Октябрь ауданының Майкүдік дейді ғой, соның аптекаларына кіріп шықтық. Сосын қайттан өзі жаңағы тікелей эфирға шықты, әлеуметтік желіде. Сонда былай қарап отырсақ, уже бүгінгі күні барлық дәрі-дәрмектерде сұрақтар туындап отқан жоқ. Бүгінде коронавирус жөнінде сұрақ туындамайды. Қала әкіміне қойылатын сұрақ, ана кезде мына жол мәселесі, ауа мәселесі, ана дворда мусор жатыр, ананы шығару керек, ананы үйту керек, сондай сұрақтар, ол мысалы күнде туындап отатын. Әрине, уже халық жалықты, айта, мысалы. Қазіргі кезде айтып отыр уже, то, что уақыт өтіп кеткеннен кейін бәрі қамтылып отыр, бәрі бар деп. Негізінде уақыт алдын ала неге сол шаралар істелмеді? Жоқ, енді оны мойындаймын. Неге жауапкершілік тартылмайды адамдар? Ол билік адамдар мысалы соның бәрін қамтамасыз ету керек. Мына кезде дәрігер мамандар отыр. Енді бүкіл әлемді айтайықшы, қазір біз дамыған мемлекеттерді айтайықшы, Италияны айтайық, ақш мемлекеттерін айтайық. Олар дайын болды ма осыған? Олар дайын болғанда оларда уақыт болған жоқ бізде. Оларда мына ақш мемлекетінде де уақыт болды. Декабрьдан Уаханде қаласында не болды? Содан кейін қазір кімнің Америка президенті не істеп отыр? Бізге Қытай сол кезде дұрыстап айтпады деп отыр. Қытайды кінәлап отыр. Сондықтан жалғыз біздің еліміз емес, жалғыз біздің қаламыз емес, бүкіл әлем дайын болған. Салауат ағаны тыңдайық. Үгіт насихат жүргізу бір мәселе. Сабасына қарай, піспегі заманына қарай іске дейді. Мынандай қиын уақытта үгіт насихаттың да өзінің жолы болады. Өзіңіз ойлаңызшы, амандық болатын болса, 2021 жылы біз ел тәуелсіздігінің 30 жылдығын тойлаймыз. Осы салаға келген кезде мен кейде көңілім күпті болатын жағдайлар бар. Неге деген сұрақ. Италия, Франция, Америка Құрама Штаттары Қытай Халық Республикасына Қазақстаннан жақын ба? Бұл бірінші сұрақ туындады. Өзіме. Екінші, Италияда, басқа мемлекеттерде, Европа елдерінде халықтың барлығы зардап шегіп, үлкен мінеге шығынға ұшырап жатқан кезде біз қарап отырдық па? Әй, іргемізде қаргос тұр. Не біз уақытында жаппаймыз? Неге біз дер шағында барлығын іске мінекей жаңағы осыны қолға алмаймыз? Бұл бірінші сұрақ. Екіншіден мен билікті кінәлап, халықты қаралайтын ойым жоқ. Бұл жерде екі мәселе бар. Үгіт насихаттың жүргізуінің жолы. Екіншіден біздің әзір болуымыз бұған. Біз білдік. Мынау жаңа қаңтар айынан, ақпан айынан бастап, карантинді енгіздік. Карантинді енгізді естеріңізде ме? Бір подъезден, жаңағы бір ауладан бір адам ауыратын болса, бүкілін жауып тұрып, үлкен ем жасадық. Нәтижесін берді. Дұрыс па? Екінші мәселе көшейік осы уақытта. Мен айттым, 30 жылдың ішінде не біздің фармацевтика әзір болмады ма? Халықтың көпшілігі шындығын айтайын осы жерде. Көп халқымыздың мінекей жаңағы тамаша әр шаңырақтың басына түскен қайғы-қасірет көпшілігі дәріханада, ауруханаларда көз жұмды. Не? Біз 30 жылдың ішінде ауруханалар салуға дәрменіміз жетпеді ме? Мінекей, осы сұрақтардан туындайды, енді халықтың көңілі қалды. Ал енді қазір қараңыз, халық, адам өмір сүру мәселесіне келді. Алдымызда мінекей жаңағы үлкен мәселе, мінекей жағдай тұр. Бұл адам енді 17 күннен кейін қалай болады? Дәрі-дәрмек деп отырсыз. Дәрі-дәрмек деп уақытында жасау керек. Уақытында бәрін жасау керек. Ал енді қараңыз, ем-дом мәселесі осы уақыттарда. Не? Мен сізге айтайын, кешіріңіздер. Бұл салада емдеу үшін протокол керек па? Адам нашар жатыр. Оған протокол бойынша, мына Батыс Европа елдерінде протокол бар екен. Біз осыны ғана егуіміз керек, басқасын екпеуіміз керек деген бола ма? Мынау жаңағы интернет жүйесін қарап шықсаңыздар, кім
ұсталды, кім қылмысты қозғалды, соның енді мінекей жаңағы жартысынан көбі деп айтпай ақ қойын, бір шамасы медицина саласын басқарған адамдар. Біз неге осындай дәрменсіз жағдайға жеттік? Неге біз осындай дүбәрә басшылар дайындадық? Біз осының төркінін көруіміз керек. Иә, 50 жылда ел жаңа дейді. Ертең амандық болатын болса бұл індеттен құтыламыз. Бірақ біз қаншама адамнан айырылып қалуымыз әлі ғажап емес. Неге бұл сөзді айтып отырмын? Біз мінекей карантин деп жарияладық. Анау Шығыс деген сауда үйіне бардым. Сіз барыңыз, көрсеңіз, өз жерін Нұреке. Барсаң, кішкентай балалардан бастап үлкендердің бәрі ешқандай маска да жоқ. Антисанитария. Түсіндіңіздер ме? Енді сол жерде үгіт насихаттың бір жөні, екіншіден тәртіп қайда? Жаңа сіз айтасыз, бізге медицина саласы бағынбайды, бұлар жеке меншік деп. Түсінем. Өйткені біз мынау жаңа социалистік дәуірден капиталистік мінекей дәуірге қайту үшін. Дұрыс па? 180 градус бұрылдықта. Оның өзінің тәртібі бар, жеке меншік. Олай болатын болса, әкімдік өзінің сөзін жүргізе алмаса, оған шара қолдана алса, неге біз дәрменсіздік көрсетеміз? Мен тағы бір ой тастайыншы. Былай алғанда, бүгінгі күні мына бетперне уақытында болған жоқ қой. Сосын бағасы 20 теңгеден 200-300-ге барып шырқап кетті. Соны кім жасады? Мына ағай-сағай, алаяқ кәсіпкерлер жасады. Мен барлық кәсіпкерлерді даттамаймын. Әрқашанда мына ойлаймын, адамның жауапкершілігі бар, бірақ біреулер сосын дәрі-дәрмекті сауда қылып, соның кесірінен көрдіңіздер ме? Дәрі-дәрмек болмай қалды. Оны анау жоғарыдан бастап, өздеріңіз көрдіңіздер, бәріңіз хабардарсыздар. Президенттің өзі айтты ғой, айналайындар, не істеп отырсыңдар деп. Дайындық қайда болды? Әрине, тек қана медицина саласы кінәлауға, әлде билікті кінәлауға. Негізі биліктің бірден бірі бастауы халық. Ол біздің ата заңымызда жазылған 3-ші бабында. Халыққа қызмет ету, халыққа жақын болу, халықпен бірге болу, бәрімізге ол үлкен сын. Осыны әрине біз бүгін әрі қарай ойланып, өйткені мына осымен бітпейді. Бәріміз сезіп отырмыз. Бұдан да жағдай қиындау мүмкін. Осы қазір ойланып, қалай тағы да алдын алып, қандай шара қолданамыз, не істеу керек деп бүгін ой тастасаңыздар. Құдайберген бір мәселе өте дұрыс. Парацетамол 100 теңге ме? 1,5 мыңға оның басқа сапасын береді. Сонда көрдіңіздер ме? 10 есе қымбаттаған қарапайым халыққа қиын ғой. Өте қиын. Құдайберген Сұлтан, өз жерде тағы да бір ой бар. Мына қараңыздаршы, біз ылғи көштің соңында мінекей жаңағы алдында емеспіз. Біз соңынан жүріп отырамыз. Неге? Мынау сговор ма? Фармацевтика саласындағы. Бұл әлде халықтың жауы ма? Айналайын, бір ұрпақ, тұтастай бір қоғам. 18 миллион халқы бар Қазақстан. Көп этносты деп отырамыз ғой. Иә, көп конфессиялы халқымыз бар. Тыныш, берекелі қоғам таптамаша өмір сүру керек. Ал енді осыған қарап отырамыз да жарайды. Анау 1,5 миллиард халқы бар Қытаймен соған жуық асықта кеткен шығар, оларды туды Индия халқында. Олар да аңғарылмайды. Айналайындар, әріптестерім ол. Бізде бір адамның шетінегені трагедия ғой. Халық үшін бір адам. Енді қарап отырсаңыздар, өте бір қиын жағдай. Теледидар, анау жаңағы интернет жүйесін қараңыздаршы. Түгелі, иә. Қазір қарап отырсаңыздар, осы отырғандардың ішінде не туысынан, не жолдасынан, не жақыннан айырылмаған адам жоқ. Бәрімізді күтіп отырғанымыз сол. Қазір қараймызда тек қана көңіл айту, тек қана осындай. Біз екінші мәселенің төркініне келін. Әлемде тәуелсіздік үшін күрескен мемлекет өз жеңіске жетеді. Өзінің жерін, туған елін қорғайтын ел, ол әрқашанда қасық қанағанша. Басқа бір мемлекет қанша алпауыт болсын, ол басып ала алмайды. Бірақ қоғамда ең қиын нәрсе әлеуметтік қиыншылық. Біз қазір осы келдікте ең үлкен фазасына келдік. Әлеуметтік жағдайдың, әлеуметтік мінекей жаңағы мәселеге бойынша халықтың көзқарасының өзі жаңағы кім өте дұрыс айтты. Сіз өте дұрыс айттыңыз. Халық қазір жаңағы болды, шаршап бітті. Олар айтады, қойшыңыз. Мына дворды қарайық, ауылын айтайық. Түсіндіңіздер ме? Осындай жағдайға тап болып отырмыз. Не істеу керек? Бізде рухани жаңғыру деп қанша айтылып келеді. Одан кейін Абайдың 175 жылдығы деп тойлайды. Менің ойымша рухани жаңғыру халықтан емес, ана биліктің басында отырғандардан басталу керек. Олар айтатын сөздер біреу, Абайдың бір-ақ сөзін айтсамыз, өтірік, өсек, мақтаншақ,
ересек бекер мал шашпақ дейді. Біздің биліктегі отырғандар, өздері қай жерден шыққандар, мен қазір қаралап отырған жоқпын, пікірімді айтып отырмын. Түсініңіздер, біріңіздер. Бірінші кім мақтанды? Бізде. Біз мақтандық. Біздің шекарамыз жабық. Карантин жариялаңдар деп отырған кезде министр Біртанов айтты ғой. Бізде бәрі дайын, біз сақадай сай тұрмыз деп. Жаңа Сауат Қамшыбаев айтып кетті ғой. Қорғас неге жапады? Сол кезде де айтты ғой, біз сақадай сай тұрмыз деп. Одан кейін 2 миллиард теңгені біз өзімізде коронавирусқа қарсы дәрі ойлап табамыз деп айтты. Айналайын-ау, егер жан-жақтан келіп жататын болса, оны ақша шығарып қайтеді, көр, қандай. Оны бір ме? Одан кейін қалай болды? Карантин, подъезд жапты. Қаншалықты заңдылық екенін кейін ғана түсінді. Бір адам, бір подъезден бір ана кіріп ауырды екен деді дағы, есікті сваркалап тастады. Кейін оның бәрін айтты ғой, бұл заңға қайшылық қой деп. Сондықтан менің айтайын деп отырған, ең бірінші, мынау билік халық өкілдері шығырдап айтып отырған соны тыңдаса екен. Әйтпесе әрқайсысы жауапкершілікті өздерінің мойындарына алуға қорқады, жоғарыдан нұсқаулықты күтеді. Мына жаққа келген кезде, содан кейін жаңа мынау әріптесіміз ғой, осында отырған кезде мен тыңдап отырдым, сөзінде 4 рет қала әкімі деп айтты. Айналайын, қашанғы біз, ол сіздердің жұмыстарыңыз, қашанғы біз біреуді айтып, күнделікті жұмыс ғой, ол сол үшін ақша алып отыр. Неге оған рахмет ретінде айтамыз? Өзі мәшіне жіберіп, анадан алдырды дейді. Одан кейін жаңа дұрыс айтып отыр. Біз фармация, қараңыздар, халық қарап отыр. Неге қазір бетпердені тақпайды көбісі? Себебі жоғарылықта жауапкершілігі жоқ. Солай ма? Жаңа фармациядан қаншама жымқырды, қаншама ақша адамдар өліп жатқан кезде сондай жасап отыр. Кімді жауапқа тартты? Кім қазіргі кезде соған айтты? Халықтың алдына шығып, мінекей, осы жоқ, оны жұмыстан жылы шығарып тастады, басқа біреудегі. Мүмкін ол жақсы адам шығар. Бірақ бұрынғы кезде айтатын, бір жылдан оны летун дейтін. Ұшып жүрген, ұшып-қонып жүрген. Ана жерде 8 ай істеді, мына жерде 9 ай істеді, мына жерде 10 ай істеді, кетті мына жерге келіп отырды. Қаншалықты әрекет? Оны тыңдайтын. Кеңестер одағы кезінде болғантын. Көшелерде ауылдың әр мынау электр бағанының репродуктор дейді тұрады. Содан сөйлеп жатқан кезде партияның директивасы деп тұрғанда біреу келіп айтты ғой. Ана жақтан айтады, халықты тыңдатады деп. Халық айтады, тыңдататын ешкім жоқ деген. Құлағы жоқ деп. Қазір тура сондай жағдайға жетті. Білдіңіз бе? Шын халықты жамандай беруге болмайды. Халықтың айтқандарының ішінде де бар. Мен де айтамын, мына қоғамның арасындағы тыныштықты қоғам белсенділеріміз білдіретін. Олар айтты, билік сол үшін отыр ғой. Әр халық, әр адамның айтқан сөзін тыңдап, қорытынды жасауға. Кезінде Бисмарк айтып кеткен. Бисмарк, біз немістерге қазір айтып отырмыз ғой, неге тәртіп деп? Бисмарк айтқан. Жаман заңмен елді басқаруға болады. Егер орындаушы жаман болса, онда ешқандай заң көмектеспейді. Бізде қазір қалай? Заң қабылдайды, нұсқаулық қабылдайды, орысша айтқанда инструкциясы бар, ережелерді қабылдайды. Одан кейін 2 күн өтпейді, халық шулайды. Халық шулаған кезде айтты, өзгеріс ендіре бастайды. Шын ғой, мына бетперденің өзінде де. Олай болатын болса, айналайын-ау, заң қабылдары кезде, жаңағындай нұсқаулықтар қабылдау кезде халықтың пікірін тыңдап алып. Анау филологтар бар, одан қараңыз, жас сәбилерге дейін бетперде тағу керек деп. Шырш етті ғой, ата-аналар. Шырш еткеннен кейін алып та, ойын өзгерту керек деді. Ауруханалар дайын болған жоқ. Солай ма? Бұл кісілер өздері ауырған қанша дәрігерлер бар, соның ішінде жүрген деді. Дәрігер дәрі таба алмай қайтыс болғандар бар. Бұл кісілердің кінәсі емес, бізде мақтаншақтық әлі күнге шейін бар. Бекер мал шашпақтық қаншама Қытай, Америка, алпауыт елдер бізден бірнеше есе аз коронавирусқа қарсы қаржы бөледі. Біз 18 миллиард деді ме, мен шатысуым мүмкін, бірақ сондай бөлді. Соны қайда деген кезде, қайда? Мына бетперделердің өздері. Қайда қалды? Фармацияға біздің күшіміз жетпейді дейді. Әкім, мен үйретейін деп отырған, мен жұмыс істейді. Бар ғой, құқық қорғау саласы бар, прокуратура жинап алып, қаншалық аналарды келіп, да оның ісіне, оны сен былай істетіп әрекет етпейді. Бірақ мынандай кезде, мынандай жасап жатқан кездерде заң бар ғой. Құрметті көрермендер, айта кету керек, бүгінгі хабарымыз қалалық мәслихаттың қолдауымен дайындалды. Мен айтайын, мен кездерде заң бар ғой.
болса, мен айтайын енді. Мына кезде енді сіздердің аға айтқан сөздеріңіздің бәрінде жаны бар. Оны бәрін дұрыс айтасыз. Жаңа Сауат Қамшыбаев айтқан шығыс базарын айттыңыз. Оның ішінде үгіт насихат өтпеді. Үгіт насихат өтіп жатыр. Халыққа айтылып жатыр. Но бүгінгі күні мына Нұрлан Мақсұтовпен бірге жұмыс істедік қой. Бүгінгі күні адамды жауапкершілікке тартып, оған хаттама жасап, штраф салғаннан кейін ғана бірнеше адамды штрафовать еткен, жапқаннан кейін. Но біз ол кезде бәріне сондай қысым жасауда қысым жасай берсек те, ертеңде қоғамның арасында қайттан бізді қысып жатыр деген сөз туындайды. Сондықтан оның бәрін біз көріп отырмыз, оның бәрін біліп отырмыз. Мысалы, анау бүгінгі бүкіл карантинді жауып отырсақ да қыз ұзату тойын өткізіп жатыр бір кезден. Ана кезден бүкіл күнгей микрорайондардан қаншасын тоқтатып жатырмыз, той өткізбендер өткізіп жатыр. Содан кейін артынан қандай әңгімелер шығады? Өлікке бардық, тойға бардық, сол кезден ауырып келдік деп. Олардың бәрін жауапкершілікке тартып, вот сондай кезге халық жинап атты бірін-бірі ауру туындайды. Көрдіңіздер ме? Бір кездерде кемшіліктер болды, оны мойындаймыз, одан қашып отқан жоқпыз. Бәліністер дайын болмады, бәлініске адамдар да алмады, оны да мойындаймыз, провизорный госпитальда. Одан мен қайдан қашып, оның бәрін өз басымыздан өткен зат. Міне өзім жүріп, өзім жаңа адамдарды көрдім, врачтар орын жоқ, коридорға қойып жатыр. Оның бәрін аптекаларда бардық, дәрі жоқ, аптеканың алдында өшіріп тұрған, оны да көрдім мен. Қарапайым халық бір-біріне өздері көмектесті. Біріншіден, сол кезде басқа кәсіпкерлер бүгінгі күні анау асылана әйел адамдар жиналып тамақ жасап әр бәлініске барып тамақ апарып сол қарапайым халық. Біреулер тағы да сол қарапайымның арасында сіздер жоқсыздар. Неге жоқпыз? Сіз қызықсыз, сіздер жоқсыз ба? Сіздер жоқсыздар. Бізді кінәлай беру ол өте оңай шаруа. Халықтың айтқан сөзін тыңдай білу керек. Біз жаңа айтып отырғанда сіз ақтала бастадыңыз, одан да мінекей Салауат Қамшыбаевның айтқаны қалай? Біз неге дайын болған жоқпыз? Менің айтып отырғанда солай. Біз мақтаншақтыққа бел алдық та соны қою керек деп. Болашақта міне қазір 17-сінен мойындатуға келген жоқпыз. 17-сінен кейін не болады деп жатыр мінекей. 17-сінен кейін не болады? Дәрі-дәрмек бәрі бар. Бірақ қараңыз, көп балалы аналар қазір шырылдап жүр. Астанада болсын, мына жерде 42.500 теңге береміз деді. Басында бәріне беру керек деді. Кейін алды ананы тапты, мынаны тапты, жоқ анаған бермейміз, мынаған бермейміз. Одан кейін карантин созды, 42.500 береміз деді дағы, жоқ ол 2 аптаға созылып деді дағы, 21.500-ден береміз деді. Жартысын деді. Ал 17-сінен кейін қалай болады? Не болады? Мінекей қайда? Бетперде бойынша. Айыппұл саламыз деді, әкімшілік жауапкершілікке тартамыз деді. Бізге 83.000 теңге айыппұл таққан екен. Енді кеше неде жүр? Әлеуметтік желілерде қараймыз ғой. Мысалы, басқа елдердің айлық жалақысын біздің айлық. Сонда біздің салып отырған айыппұлымыз басқа елдерде 6-7-8 есе артық екен. Оны қайдан алып, кім ойлап шығарды? Мінекей. Бетпердеге айыппұл салу керек. Жағдай мінекей, қаншалықты. Мына көп балалы аналар туралы шырылдап жүр деп айтып отырсыздар. Мына 42.500. Бүгінгі күні мына карантин уақытында жұмысынан айырылған адамға беріліп отыр. Это біріншіден. Көп балалы ана бүгінгі күні жұмыс істеп отыр деп мен сізге айтпаймын. 4 баласы болса үкіметтен 42.500 ай сайын беріліп отыр. 4 бала анауға, 5 балаға 52.000, 13 балаға дейін 150.000-ға дейін көмек көтеріліп. Одан кейін мына продуктовый набор ай сайын беріп отыр. Енді ол жаңағы ана, мен ойлап отырмын, ол 42.500 алмайды, дегенсен ол ешқашан жұмыс істеген адам емес. Көбісі жұмыссыз, потому что бала бағып отырған адамдар олар. Жалпы қоғамда үлкен вакуум болды. Жергілікті билікті аудан, облыс көлемінде де халық қазір көрмейді. Бірден президентке жазып жатқан қаншама үндеу бар, қаншама халықтың ашық хаттары бар. Бұл жергілікті жерде шешілетін мәселелер көпшілігі. Сондай және біздің қоғамда ахуалды қарасақ, біз біреуді қаралағанбыз. Біз бір-бірімізді тыңдамайтын болып кеттік. Биліктің айтып жатқанын халық тыңдамайды. Не себепті ойлануымыз керек? Билік ойлану керек. Халықтың ашу-ызасын, көз жасын билік көрмейтін тәрізді ахуал туып қалды. Сосын біз жаңағы, егер біз
осы карантин кезінде кім не істегенін айтатын болсақ, бәріміздің кеудемізге бір орден сұранып тұр. Мәселе онда емес қой. Көрдіңіздер ме? Біз осы ахуалға қалай түстік? Сосын бұқаралық ақпарат құралдары, биліктің айтқан сөздері неге пәрмені аз, неге жетпейді? Қателіктерді айта береміз, бір ғанасын айтайық. Билік халықпен өз тілінде сөйлесу керек. Біздің бас санитарлық врач шығатты, дәрігеріміз. Тек орыс тілінде брифинг беріледі. Сонда бұл қалай? Халық көріп отыр ғой. Осының өзінен теріс бұрылып кетеді. Сосын коллапсқа түстік, ступорға түстік. Медицина біз айтамыз, басымыз дейміз деп. Ол менеджмент нашар болғаннан кейін түк істей алмай қалдық. Бұлай деп айтқан ғой. Солдатта жазық жоқ. Солдат әрине ол шамасы келсе штыктың ұшымен, қанжардың ұшымен жеңісті алып келуге тырысады. Бірақ жеңілістің соққыны неміс кімге береді? Солдатқа емес. Ол генералдарға береді, маршалдарға береді. Соны мойындаған. Рокоссовский да мойындаған, Жуков та мойындаған. Ал сіздер ортадағы Бауыржан Момышұлы бір шықпады бізде. Бауыржан Момышұлы не істеген? Армия айтып тұрған ғой. Ешбір деревняны берме, бір қадам шегінбеңдер. Трибуналға кетесіңдер дегенде, Матрёнинаны бермей тұрып, генерал-лейтенант Звягинге айтады, мен бердім дейді. Трибуналға келесің дейді. Бірақ әлі беріп үлгерген жоқ. Сосын айтады, ана Заевтың несіне. Тастада қаш дейді. Қашат. Бейберекет. Көпірдің астына барып жиналады да, 2 сағат, 3 сағаттан кейін ана немістің тұмсығына дейін қанға кіріп кеткен кезде, жаңа шошқаны сойып, сиырды сойып, тауықты сойып, қатын-қалашқа қол сала бастаған кезде 1 сағаттың ішінде қайтар болады. Сондықтан кейбір уста не деген новый беспорядок, новый порядок деген Панфилов пен Бауыржан екеуі. Сол сияқты сіздер мынау ескі протокол, ескі заңдар мына карантин кезінде, төтенше жағдай кезінде бұзатын бір аға лейтенант шықпады Бауыржандай. Біз соны күттік. Халық соны күтпегеннен кейін, сосын үш кем дегенде оптимистік, қалыпты және пессимистік жоспар болу керек. Айту керек. Айналайындар, дәрі болмаса мынаны істеңдер. Халыққа біз алғыс айтуымыз керек. Партизандық соғыс жүрді. Әркім өзінің ем-домын алды. Менің отбасым түгел үй ішінде өзіміз ем-дом алдық. Майқұдыққа барып емделдік. Карантин кезінде бару мүмкін болмады дәрігерімізге. Ұрланып бардық, заңды бұзып бардық. Жазылып шықтық. Кеше осы әкімдікте істеген бір жігіттен сұрап жатырмын, қалалық. Ол айтады, 100 грамм арақ, бұрыш, содан кейін жусан ескердім дейді. 9 күн жаңағы мен емделдім дейді. Ал содан кейін сыртқа шығып, жусан ескеп, жусанды суға қайнатып, соның ингаляциясын жасадым дейді. Сондықтан біз қазір дәрігерге аққалатқа бас иеміз дейміз ғой. Ол сіздерде ойланыңыздар. Сіздердің іштеріңізден не маман шықпады ма? Не жақсы менеджер шықпады ма? Ол дәрі де келмей ақ қойсын. Отан соғысы кезінде солдатта оқ дәрі де болмағанда да 5 күн Бауыржанның батальоны аш жүргенде де олар жауға берілген жоқ қой. Сіздерде де дәрі жоқ болса деймін дейтін болуларыңыз керек. 29 күні президент сөйледі, 30 күні бізге дәрігерге неге бару керек болды? Бүкіл жерде карантин, не нәрсе, жауып тастаған кіруге болмайды. Онлайн. Қабылдамайды. Мен мәшинем бар, ғылым кандидатымын, 57-тен 58-ге аяқ басқан адаммын. Енді мен шашымды жұлған жоқпын, айғайлаған жоқпын. Альтернативный жолға кеттім. Жұрттың бәрі, мен өйткені әскерде жүргенде бір полковниктен естігенім бар. Әрбір әскери адам ретінде менің 3 жоспарым болады деген. Ал көп халықта болмайды ғой. Халық не істейді? Паникаға түседі, үрейге түседі. Қазір бізде 8-ші билік, ол әлеуметтік желі. Біздің мына бұқаралық ақпарат құралын тыңдамайды, билікті тыңдамайды халық. Дәрігерге бара алмайды. Емші, бақсы, балгер іздейді. Олардың ішінде де дұрыстары бар. А біздің диплом алып, бәлен бас дәрігер, жоғары санат дәрігер болып отырған ішінде де өзін-өзі емдей алмайтын адамдар бар. Оны да мойындауымыз керек. Бұл жерде коррупция, сосын соңғы нәрсе біз ғылым деген нәрсенің екенін ұмытып кеттік. Соңғы 30 жылда Жапония 20 Нобель сыйлығын алыпты. 20 рет. А Ресейдің ғалымдары ештеңе алмаған. Қазақстанда айтпай қояйық. Сондықтан біз ғылым дегенді ұмытып кеттік. Профессормын, мұғаліммін, доцентпін деп айтсаң ұяласың. Өйткені жалақың деңгейің бізді студент те тыңдамайды. Басқа қоғам да тыңдамайды, қатарластарымыз да тыңдамайды. Біз жай сөйлеп жүрген адамбыз. Шындық деген кезде, сол біздің айтқан сөзіміздің ішінде бір дәнек бар. Жаңа сіз Құдайқа айтып отырсыз. Жағдай бұдан кейін де жаман болуы мүмкін деп отырсыз. Біз соны түсінуіміз керек. Дұрыс айтып отырсыз. Дұрыс айтып отырсыз. Біз соны түсінуіміз керек. Расында да қиын. Сонда 42.500 теңге шешпейді. Көрдіңіз бе? 22.000 да шешпейді. Біздің әлгі орта жалақымыз 500.000 деген баяғы. Ол да шешпейді. Жаңағы Абайдың сөзіне келіп отыр. 100 жыл бұрын айтып кеткен, 150 жыл бұрын айтып кеткен. Көрдіңіздер ме? Сондықтан осыдан біз сіздерді қаралап отырған жоқпыз. Сіздерді халықта қателік жасады, тыңдамады. Дәрігерлер де қателік жасады, қабылдамады, сөзін айта алмады, жұрттың арасы шықпады. Интеллигенция да басқа. Өйткені ақпарат ашылмаған.
тазаланбаған. Қазір қай блок бар, мысалы, қай әкімнің немесе қай жаңағы әкімнің аппаратының блогы бар, халық соны ашып көретін. Орталық Қазақстан жүгіріп жүріп іздей ме? Не жаңалық шықты деп. Индустриальный Қарағандыда жүріп іздей ме? Іздемейді. Осы телевидениені қарай ма жұрт? Өйткені биліктің атынан шығатын нәрсенің бәрін немесе бір ресми нәрсе қарамайды. Әрине, ал әлеуметтік желі бәрі тап-таза ақиқат ақпарат емес. Онда неше түрлі нәрсе бар. Жұрт төсекте қалай жатқанын айтады. Бір қоғам белсенді шыға бастаса, ой, ол біреудің құйрығын жалақ қойған дейді, шам ұстап көріп тұрғандай. Халықтың мынау моральдық деңгейі де, білім деңгейі де, интеллектуалдық деңгейі де түсіп кетті. Билікке баратындар да сол халықтың ішінен шығып жатыр. Сондықтан біздің қоғам тұтастай алғанда өте төмен деңгейде тұрмыз. Сондықтан бұл жерде біз бір-бірімізді қаралап ақтау емес, осы ахуалдан қалай шығуымыз керек. Қалай күресеміз? Бізді енді бізден кейін келетін жастарды тыңдайтын плащ алаңдар керек. Көрдіңіз бе? Біз уже былайша айтқанда кәртайдық, баяғыда ағаларымызды айтып бір сұмдық сөз айтатын шығар деп отырмыз. Бізден кейін келетін жатқан 30-40-тағы, 25-тегі азаматтардан топ құрауымыз керек. Саяси альтернатива керек. Медициналық альтернатива керек. Біздің бір танып болсын, сой болсын. Тек қана доказательный медицинаны олар қорғамау керек. Олар шығыс медицинасын, Тибет медицинасын, қазақ медицинасын да дамытатын, қолдайтын министрлік болу керек. Бізге соған жетпей отырмыз. Біздің саясаткерлер көп болып кетті, әлеуметтік желіде жүрген. Сондықтан не істеуіміз керек? Айтайын деген ой. Халыққа беретін бір ақпараттық, талдаулық орталықтар, беделді адамдар керек. Мысалы, кімді тыңдау керек? Кім айта алады? Дәрігер саласынан болсын, билік саласынан болсын. Сондай тұлғалар жоқ болып тұр. Халық көрмей тұр, немесе ол көрінбей жатыр. Біз шығатын дегендерді партиялығысына қараймыз, басқасына қараймыз. Ол болмай жатыр. Сіз сұмдық бір алтын нәрсені алып келіп батпаққа салыңызшы, ол батпаққа айналып кетеді. Қордаға айналып кетеді. Сондықтан біз ана бір батпаққа жеңе бермей, әр жерде ұстауымыз керек. Халыққа рахмет айтуымыз керек. Халыққа. Мынау Жаңарқа ауданы, Ақтоғай, Нұра бар, мынау жаңағы шет азаматтары, басқа өңірдің азаматтары бірге отырып, мүмкіншілігі барлар өзінің еліне, анау емханаларға көмек беріп жатыр. Айналайындар, халықтың ұл-қыздарына қалай рахмет айтпайсың? Менің ішім ашып, жаным ашып отырған, біз неге үкіметіміз халыққа телміріп қалды? Түсіндіңіз бе? Халықты мемлекет асырау керек қой. Өткенде мен жаңағы Жуков деген киноны тағы бір қайталап қарап өттім. Сонда жаңағы мен сталиншіл деп ойламаңыздар. Мен өзім тәуелсіз елдің ұлымын ғой. Сонда жаңағы айтқан ана кісінің сөзі. Осындай қиын шақта бізді түсіне білген халыққа мың алғыс деген. Дәрігерлер тыңдайық Шаха. Салтанат Жаманқұловна. Енді барлықтарыңыздың шырылдап отқандарыңыз еліміз аман есен осы бір кезеңнен шықса деп отырмыз ғой. Сондықтан да жаңағы енді қорытынды жасап, өткен кемшіліктердің бәрін айтып, біздің алдымызда тұрған мақсат мына келесі кезеңде бұндай енді қазіргі болған жағдайға қайттан тап болмай, содан аман есен шығу. Енді дәрігерлерге жаңа сынақ айтып жатыр. Әрине бәрін қабылдаймыз, өйткені дәрі дәрмек болған жоқ, жаңа енді маска бес перде болған жоқ деп жатыр. Бірінші кезеңде карантин болғанда бұндай көп өсім болған жоқ аурудың. Соған аялдап қалды, өйткені бірінші кезеңде карантиннің халық дұрыс өздерін қабылдап, өздерін жақсы ұстады деп есептейміз. Кішкене карантин босағаннан кейін жаңағы ауру қаулап кетті. Екінші айтатыным, әрине, жақындарда біраз адамдар кетті, оны ешкім нетпейді, бірақ қанша адамның жанын алып қалдық. Сондықтан да ажалсызға себептейтін шығар, сәпсім даттап, үйтіп ойлауға мен оған келіспеймін. Өйткені, мысалы үшін, бізге қойған мақсат былай болды. Басында скорыйдың машинасы жетпеді, және тек қана скорый бару керек болды онда. Өйткені қалған дәрігерлердің бәрін ол ат-жаққа жіберсек, бәрі ауырып қалатын еді. Одан кейін кішкене саябырлағаннан кейін бізге емханаларға
машина бөліп, акимат бізге емханамызға 4 машина берді. Біз мобильдік бригадалар оған құрастырып, сонымен үйге барып, дәрі-дәрмек тараттық. Кімдерге тараттыңыздар ол дәріні? Оларды біз күндіз үйдегі стационар ашып, бізде дневной стационар жаңағы айтып отыр ғой. Поликлиникалар жабылды, бірақ онлайнмен видеоконсультация, дистанционный консультация дегендер жүріп жатты. Және бізге жаңағы әкімнің бұйрығымен, управлениенің басшысының бұйрығымен біз 7-сіне 3 рет мына Инстаграм платформасында біздің жерлестерге шығып, солардың бар сұрақтарына жауап беріп отырамыз. Біз енді дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күні шығамыз. Қалған күндері басқа дәрігерлер шығады. Өздері олар ақпарат береді, жаңағы кеңес береді, сұрақтарға жауап береді. Және ол енді жаңағы карантин үшін ғой. Тағы олар поликлиникаға келсе, өздері ауырып қалуы мүмкін. Ауырып келсе, қалған кісілерді жұқтыру мүмкін ол ауруды. Сондан да сондай шара, ол халықтан аударылып оларды қабылдайға емес. Жақсы, енді бүгінгі ахуалды айтыңызшы, жалпы бүгінгі таңда. Қазір бізде өзіміз енді емханаларға таратып берді. Біз вызовтарды қазір скорый помощь 4-ші категория өзіміз қабылдаймыз. Ол ең үлкен бізде болған бір күндегі вызов 120 болатын. Қазір 18-25. Бізде бөлек отделение ашылды, бөлімше коронавирусқа фильтр дейміз. Егерде поликлиникаға кірген кісілердің ыстығы болса, ол біздің жұмыскерлеріміз болуы мүмкін, басқа пациенттер болса, оларды біз сонда жіберіп, пневмониясы болса, рентгенге түсіріп, сол жерден дәрі-дәрмегін беріп, жоқ әлде егерде оны жаңағы ауруханаға жатқызатын болса, сол жерден жатқызтып отырдық. Бізге түскен ауыртпашылықты сіздер білмейсіздер, білмей қойыңыздар, ал бірақ сөйтіп табалауға болмайды. Өйткені қаншама сол больницаға жеткізбей, біз қаншама адам емдедік. Бізде 999 адам пневмониямен ауырды осы күнге дейін. Солардың 780-ін біз өзіміз емдеп шығардық. Қалғандары больницаға түсті. Әрине, кейде олар созып үйде жатып қалады. Жаңа сіздер айтып отырсыздар, дәрісіз-ақ емде деп. Әрине, біз жаңа өзіміз берген ақпаратта, сұхбатымызда қандай дәрі-дәрмек, дәрісі қалай емделуге болады, не істеу керек, оны айтып отырамыз. Көптен көп сұрақтар түседі, қазақша, орысша жауап береміз. Сондықтан да ойлаймын, енді қазір бізге күзде 81 машина бөлініп отыр. Емханаларға, скорый жаңағы жедел жәрдемге. Бізге биыл 15 дәрігер келді. Жаңағы мобильный бригаданың бәрін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіп, қазір енді қазан қараша айларында болатын жаңағы егер көтеріліс болса, осы жұмысты соған біз дайындық жасап жатырмыз. Біз орташа есеппен алғанда жаңағы ең пикі болған июнь айында, маусым айындағыны сол 2 есе көтеріледі деп отырмыз. Сол 2 есе көтерілгенге жаңағы ресурстардың бәрін дайындап, үкіметіміздің арқасында жамандасаңыздар да, облздравтың арқасында. Және мен YDD деген фирма частная, сол кісілер 10 поликлиникаға бір машина берді. Осы карантинден тыныс алу аппараттары да жеткіліксіз болып халық шулап жатты ғой. Тыныс алу аппараттары ол емханада, ауруханада біз кислородпен ғана емдейміз. Ондай жаңағы олардың бәрімен қазір қамтамасыз етілді. Көп койкалар ашылды. 5-ші емхана өзі аурухана ашып алды аурулар үшін. Жаңа 3-ші емхана туралы айтайын, ол жабылып жатқан жоқ, көшіп жатқан жоқ. Енді орысша айтайын, доступность населению дейді, солар өздері бөлініп, үлкен басқа бір шағым аудандардың ортасына өздерінің бөлімшелерін апарып жатыр. Ол ауруларға жақын болсын деп. Ол ойлаймын, ол көшіп жатқан жоқ. Ол бір емес 2 филиал ашты, біз де 1 филиал аштық. Ол 22 мыңдай халық Восток 2-де жаңадан емханаға кірді. Оларға шаговая доступность дейді, 15 минутте барады. Олар ойлаймын, ол дәрігерлерге де, жаңағы дәрігер жұмыскерлеріне және ауруларға да өте ыңғайлы. Өйткені прививкамыздың саны өсті, жүкті әйелдерге келу ыңғайлы. Сондықтан да ол істеп жатқан әрекеттің бәрін қаралауға болмайды.